Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай трайфл жасап үйренеміз. Өте дәмді және жеңіл болып шығады. Оны әрбір қыз келіншек жасай алады. Мінекей осындай нәзік, өте дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Мен бұл рецепті 2 есе қылып жасадым. Сіздерге шынайы рецептісін жазып кетемін описанияда. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызға араластырамыз миксерлеп, оның үстіне кішкене ғана тұзымызды қосамыз. Мінекей осындай көпіргенше әппақ болып миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін, енді айранымыз бен ас содасын басқа ыдысқа қосып араластырып аламыз. Бізде айран көпіру керек, ол 2 есе болып өседі, сонда ғана біз оны жұмыртқалы массамызға қосатын боламыз. Мінекей айранымыз 2 есе өсті, енді біз оны жұмыртқалы массамызға қосатын боламыз. Бөлек ыдысқа електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, оны жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін аз-аздан қамырымызға қоса отырып араластырамыз. Енді сұйық майымызды қосып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Қалаған ыдыстарыңызға қойып пісірулеріңізге болады. Мен осындай домалақ формаға пісірдім. Мінекей осындай болып шығады бисквитіміз. Енді кремімізді дайындап аламыз. Крем үшін бізге қойытылған сүт пен қаймақ керек болады. Екеуін жақсылап араластырамыз. Сонда бізде крем дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай сливки мен творожный сыр қажет етпейді. Енді шоколадымызды ерітіп аламыз. Мінекей осындай жалпақ табамыздың астына суымызды құйып, оның үстіне шоколадымызды ерітетін боламыз. Видеода көрсетілгендей араластырамыз. Енді трайфлымызды жинап бастаймыз. Мінекей мен осындай стаканчиктарды қолдандым. Сіздер әртүрлі формада пісіре берсеңіздер де болады. Ең алдымен астына бисквитімізді салып, оның үстіне кремді құямыз, және де тура осылай 2 рет қайталайтын боламыз. Оның үстіне шоколадымызды құямыз. Мінекей осындай трайфлдар пайда болады. Өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Жасауларыңызға кеңес беремін. Ас болсын!